Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ортасында ананасты кремді салмасы бар оңай дәмді торт дайындаймыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Оған жұмыртқа, қант ұнтағы, ұн, қамыр қопсытқыш қажет. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек етіп аламыз. Жұмыртқаның ағын салып, үстіне қантымыз себе отыра, миксердің көмегімен екі есе ағарып, ұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын бір-бірден саламыз. Барлығын көпіртіп араластырдық. Енді біз ұнымызды екіге бөліп, венчиктің көмегімен аст үстіне келтіріп, қатты нығыздамай қамырымызды араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды құямыз. 180 градус қызып тұрған пешімізде пісіреміз. Қамырымыз пісті. Біраз суғаннан кейін сыртындағы формасынан шешіп аламыз. Енді біз ортасына салмасына бізге сүзбе, желатин, кілегей, қант ұнтағы, су, ананас қажет. Желатиннің үстіне біз жылы суымызды құйып, біраз бұқтырып қоямыз. Ыдысқа сүзбеміз саламыз. Біраз миксерлейміз. Одан кейін қант ұнтағы, кілегейімізді құямыз. Миксердің көмегімен қоюланғанша араластырамыз. Желатинімізді пеште алдын ала қыздырып аламыз. Қызған желатинімізді құйып, тағы да араластырамыз. Одан кейін ананасымызды салып, қалақшаның көмегімен араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Екіге бөлінген қамырымыздың сыртына қалыпымызды қоямыз. Оның үстіне кремімізді құйып, екінші бөлінген нанымызды үстіне саламыз. Одан кейін үстін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышта 6-8 сағатқа қоямыз. 8 сағаттай тұрды тортымыз. Сыртында қалпын алды. Үстіне қант ұнтағын септім. Немесе крем жақсаңыздар да болады. Иісі керемет, өте нәзік, оңай бәліштердің бірі торттардың. Ортасын кесіп көрсетейін. Ортасындағы ананасты салмасы тортымызға ерекше дәм береді. Жұмсақ, өте нәзік, гүлпілдек. Балаларыма өте ұнады осы торт. Сіздер де осындай дәмді, оңай торт дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.